Құрметті достар, электрондық форматтағы ОБТ-да апелляцияға өтініш беру тәртібімен таныс болыңыздар. Апелляцияға өтініш тест тапсырмаларының мазмұны немесе техникалық себептер бойынша беріледі. Тестленуші мазмұны бойынша апелляцияға өтінішті тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде береді. Тестілеу аяқталғаннан кейін компьютер экранында тестленушінің жауап нұсқасы көрсетілген тест нәтижелерін талдау картасы, сонымен қатар әр тапсырма бойынша алынған балл, блоктар бойынша жинаған балдардың қосындысы және ОБТ-ның жалпы баллы көрсетіледі. Компьютер экранында апелляцияға өту және апелляциясыз аяқтау функциялар көрінеді. Егер апелляцияға өту функциясы таңдалса, түсуші тест тапсырмаларына апелляцияға өтініш беруге дәлелді негіздемесімен өтеді. Апелляциясыз аяқтау функциясын таңдаған кезде тестленуші аудиториядан шығады. Тестленуші техникалық себептер бойынша апелляцияға өтініштерді тестлеу кезінде береді. Түсуші тест тапсырмасының шартында дұрыс жауапты анықтауға қажет фрагменттің мәтін, сызбалар, суреттер, кестелер жоқтығын анықтаған жағдайда экрандағы техникалық апелляция қосымшасына белгі қояды. Апелляция нәтижелері 30 жұмыс күні ішінде ұсынылады.